Қазақстанның ұлттық Дельфий комитеті Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы елшілігімен бірлесіп, мейірімділік пен достық керуені жобасын қолға алып жүзеге асыруда. Және бұл жоба Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан арасындағы екіжақты қарым-қатынастардың 30 жылдығына арналған. Жобаның мақсаты екі мемлекеттің, екі халықтың мәдени мұрасын дәріптеу, насихаттау. Мейірімділік пен достық керуені еліміздің 10 қаласын аралап түседі деп жоспарланса, екібасы сол керуен жолындағы 7-ші аялдама. Іс-шара бағдарламасында өнертапқыш әйелдер және топырақ құпиялары атты Смитсон институты Лемелсонның өнертабыстар мен инновацияларды зерттеу орталығымен бірлесе отырып ұсынылған көрме ұйымдастырылды. Алғашқысы аты айтып тұрғандай өнертапқыш әйелдерге арналған. Мысалға, Мэрилин Гамильтон делтапаннан құлап бақытсыз жағдайға ұшырағасын өзі сияқты мүмкіндік шектеулі жандарға деп жеңіл арба ойлап шығарыпты. Оған планерлердің жеңіл құрал жабдықтарын пайдаланған екен. Ал топырақ құпиялары көрмесі экологиялық тақырыпқа арналған. Іс-шараға көп алуға қаламыздың мектеп оқушылары шақырылып, олар үшін бейнелеу және сәндік қолданбалы өнер шеберханалары бойынша шеберлік сағаттары да ұйымдастырылды. Сонымен бірге волейбол мен тоғызқұмалақтан турнир, театрландырылған оқу, фольклорлық шторм, экологиялық акция, екі елдің мәдениеті туралы ашық дәрістер өтпек. Жобаның басты идеясы қазақстандықтарға біздің және америкалық халықтардың мәдениеті қаншалықты бірегей екенін, сонымен бірге бізде жалпы адамзаттық ортақ құндылықтар қаншалықты екенін көрсету деп атап өтті жоба жетекшісі ұлттық Дельфий комитетінің директоры Құралай Түспекова.